Ержүрек батырлар, барлық турбозаврлар, көмекке шақырсаң жаныңнан табылар демек. Достарың қасыңда, еш қамықпа, қиын жағдай болса, сен қорықпа турбозаврлар, ерекше батыл турбозаврлар, көмекке шақыр турбозаврлар. Қорықпаймыз барда қосай, ұшып сен самға, қаттырақ айғайла турбозаврлар. Турбозаврлар. Жыртқыш өсімдік. Ай, жұлдыз құрттарымыз көбейіп кетіпті ғой. Сұмдық қой мынау. Жұлдыз құрттарыңыз құлпынайымның бәрін жеп қойды. Неге менің жұлдыз құрттарым жеп қойды деп ойлайсыз? Себебі жұлдыз құрттарымыз көбейді дедіңіз ғой, сіз айттыңыз. Қане балалар, дүкенге барып, жұлдыз құртқа арналған дәрі алып келіңдер. Мен оған дейін 1 сағат тынығып алайын. Жұлдыз құрттардың көбейіп кеткенін білесіңдер ме? Ал көршіміз сұмдық қой мынау деп айғай салып жатыр. Демек бақшада жұлдыз құрттар көбейіп кетті. Ал көрші сұмдық деп айғай салып жатыр ма? Жұлдыз құрттарды көрсеңдер ғой. Міне мынадай. Зер бізге бәрін баяндап берді. Қанеке отырыңдар. Дүкенге барып, жұлдыз құртқа арналған дәрі алып келейік. Мен де бірге барып қайтайын. Алақай, дәрі алып қайтамыз. Менде бір ой бар. Жетіп алдық па? Дүкен қайда? Қалай ойлайсыңдар? Қызыл түске өзгертсем бе екен? Қызыл сәнді екен. Енді әрбір шалшық суға арнайы тоқтаймыз ба? Жоқ, маған көк түс жақсы жарасатын сияқты. Апам біздің әлемнен бұл жерге еш нәрсе әкелудің қажеті жоқ. Тым қауіпті дейтін. Қауіпті түгі де жоқ. Біздің әлемде бұл өсімдік жұлдыз құртпен күресуге арналған. Оны суғару керек қой. Бір түрлі түс көрдің бе? Білесіңдер ме, ол жерде сондай... Тағы да жұлдыз құрт па? Жоқ, дәрі қоршауды жеп қойды. Қандай дәрі туралы айтып тұрсың?
Сонымен қомағай, мені жеп қоймақшысың ба? Ал мына сурет тіпті керемет шықты. Мына қырынан қарасаңдаршы. Бұл жыртқыш өсімдік. Ол адам өмірі үшін тым қауіпті. Оны қазып алып, қайтадан біздің әлемге апару керек. Турбозаврлар, алға! Трак, оны бұтағынан ұста. Анки, оны ілмекке іліп алып, қимылдатпай тұр. Тор, тамырын қазып ал. Біз алмайтын қамал жоқ. Балақайға қауіптенді. Зөр, өсімдікті біздің әлемге кері қайтар. Ал біз әше оянғанша қоршауды жөндеп қояйық. Иә. Турбозаврлар. Роботтар шайқасы. Демек, Боря мен Федя сендерді тағы да заландырды ма? Иә, Нора әпке оларға робот сатып алып беріпті. Соны көрсетіп мақтана береді. Мәссаған, 21-ші ғасыр. Иә, ол расымен де керемет. Сендерде де осындай болғанда бірге ойнайтын едік. Бірақ сендер заманауи технологияны меңгере алмайтын сияқтысыңдар ғой. Бұлай айтқандары жөнсіз болды. Достар бұлай демесені. Иә, бір ойым бар. Трак, сенен бір нәрсе сұрауға бола ма? Әлгі мені түсіндің ғой, иә? Иә, турбозаврлар, алға! Мен роботпын, атым Трак. Міне, Тонып тұрған талантсың ғой. ой, қорқам. Ой. О! Қорқпаңдар, ол қауіпсіз. Мен роботпын, атым Трак. Мәссаған, ол сөйлейді екен. Әрине, бұл соңғы үлгі ең кереметі. Мұны әжеміз сыйлады. Тәртіпті болғанымыз үшін ол көп нәрсе істей алады. Міне, қараңдар. Тіпті билей алады. Мәссаған. Жатқанды да жасайды. Бәрін көтере алады. Қаласаң сені де көтереді. Жоқ, қорқпа. Бәрі бақылауымда. Тоқта, сен роботты басқарып тұрған жоқсың ғой. Бұл көліктің пульті ғой. Ол сонда өз қозғала ма? Иә. Норма әпке! Неге шулап кеттіңдер? Не болды? Әпке, көмектесіңіз. Ізімізден робот қуып келе жатыр. Робот қуып келе жатқан жоқ. Бір орнында тұр. Ол робот емес, басқа бір нәрсе. Алып, қорқынышты. Тістері бар. Бұл ойыншықтар жақсы қалып келмейтінін білгенмін. Ал сендер сатып алып бер дедіңдер. Бірақ әпке, ол ізімізден қуды ғой. Шын айтам. Иә. Ай, сендерді ме? Қиялшылдар.
Бірақ шын айтып тұрмыз ғой. Жарайды. Катя мен Петядан сұрайын. Сендер қорқынышты роботты көрдіңдер ме? Жоқ, Нора әпке, қорқыныштысын көрген жоқпыз. Солай ғой, Петя? Жоқ, көрмедік. Естідіңдер ме? Ешқандай робот жоқ. Болды, шыға берсеңдер де болады. Мен роботпын. Атым Трак. Енді ешкім түсіп кетпес үшін бәрін өз орнына қою керек. Бөл, шұңқырды көмет, Тор Трак жерді тығыздайды. Мен роботпын. Атым Трак. Турбозаврлар. Мынау Құтқару тоқтауға болмайды оқиғасы. деген белгі. Бұл белгі тұрған жерге машина қоюға болмайды. Қалғандары қайда? Жол ережесін бәріңе үйретемін деп едім ғой. Қайда кетір дейсің? Қазір келетін шығар. Көмектесіңдер! Сұмдық жағдай болды. Құтқарыңдар! Зер, не болды? Тыныш. Зер, не болды деймін? Айтпақшы, До қайда жүр? Соны айтқым келген. Оны ұрлап кетті. Қалаға барған ет, сол жерден алып кетті. Ол мына белгінің не екенін білмеген ғой. Жай көлік сияқты алып кеткен. Тынышталыңдар. Барлық қиындықтың шешімі болады. Бізге жол көрсет, Зер. Турбозаврлар алға! Тоқта, ал Трак ше? Қаланың ішінде робот көзге түсіп қалады ғой. Трак бізбен бірге барады. Көрде тұр, оны ешкім байқамай қалады. Осы арадан бір нәрсе көрген сияқты едім. Ал керек болса. Доның қайда екенін нақты біліп алуымыз керек. Зер! Бара жатырмын. Осында екенсің ғой. Әрең таптым ғой. Сабалды, ұрлап кетті. Енді не істеймін? Сабыр сақта, До. Менің екінші атым супер құтқарушы. Уәде берем, көп ұзамай бостандықта боласың. Бізді ешкім байқамай қалды. Тракты түсірейік. Ой, мына жер қандай тар еді. Доны таптым. Ол екінші қабатта екен. Ол тұрған жақтың қабырғасын бұзу керек. До сол жерден ішке кіреді. Содан кейін ол жерде ешкім байқамайтындай қайтадан жасап қоям. Ол екінші қабаттан қалай түседі? Мұнда баспалдағы жоқ. Қолымыздан келмейді. Соны да сөз деп таптым.
Бұзылған жерге төмпешік жасаймыз, ал дос онымен сырғанап түседі. Міне, қараңдар. Керемет. Трак, до тұрған жақтың шатыры мен қабырғасын ал. Анкей, кедергі болмас үшін сен оларды бір шетке шығарып қой. Тор, Бул, сендер төмпешік тегіс шығу үшін ойықтың астына құм төге беріңдер. Ал мен не Сен істеймін? жан-жақты бақылап, бізге хабар беріп тұр. Біреу келе жатыр. Тағы құрылыс жүріп жатыр ма? Қазір іздеп жатыр ма? Қаза береді екен, тү! Кетті ме? Шыға берейік пе? До, дайын ба? Иә, Осылай, жарайсың. Сол жаққа, оң жаққа. Ал енді қабырға мен шатырды орнына қойып, құмды тегістеу керек. алақай, үйге барам. Достар, сендер болмағанда не істер едім, а? Дос деген басыңа қиындық түскенде керек. Бірақ келесі жолы мына белгінің жанынан тоқтама. Бұл қандай белгі? Ай, саған жол ережесін үйрету керек екен. Көп жүзіне ереже керек емес. Ой! Турбозаврлар. Доның биікке Жоқ! көтерілуі. Бұлай түстің ғой. Басқа ерекше бір нәрсе керек. Меніңше, сен менсінбей тұрған сияқтысың, Зәр. Шах, мат! Тоқта, Петя, мен басқаша жүрейін демедім ғой. Бұлай жүрсем ше? Шах, мат! Тағы да ма? Жарайды. Тағы бір рет ойнаймыз ба? Ойнайық. Бүгін Катя екеуміз шолу дөңгелегіне отырсақ деп едік. Бірақ оны әлі іске қоспапты. Сондықтан күні бойы боспыз. Дөңгелек пе? Қандай дөңгелек? Өте үлкен. Ойын соғыс саябағында дөңгелекке отырып, айналаны тамашалайсың. До, менде бір ой бар. До, бізге не керек екенін білем. Шолу дөңгелегі. Сен дөңгелекке көтерілесің, ал мен суретке түсірем. Жоғарға көтерілесің де бүкіл қаланы алақандағыдай көресің. Ренжіме, Зәр, көңіл күйім жоқ. До, керемет сурет болады дейм. Өзің елестетіп көрші. Елестеткім де келмейді. Ешқайда да бармаймын. Мені көндіре алмайсың. Не күтіп тұрсың? Өрмеле? Ол жерде саған орын жетеді. Басыңды есіктен шығарып тұрсаң да болады. Зәр, мұны басқара аласың ба? Басқаратын несі бар? Сол да сөз болып па? Дайынсың ба? Иә, Кеттік. қандай керемет. Бүкіл қаланы көріп тұрмын. Бері қара, суретке түсірем. Не болды? Не болып кетті? Бай балам салма, қазір келем. Зәр, қорқып тұрмын. Мені түсір. Түсір алмайым. Бір жері қатып қалды. Зәр, өзіңнің кім екеніңді білесің бе? Білем, мен кереметпін. Бірақ бұған кінәлі емеспін. Осында күт, ешқайда кетіп қалма. Достарымызды көмекке шақырып келейін. Зәр!
Қолдашы, Боря. Бұл маған ұнамайды. Ендеше, ізімнен ерме. Саябақ жабық қой. Мұнда не бітіріп жүрміз? Естідің бе? Қорқынышты дыбыс. Бұл жел ғой. Мұнда бізден басқа ешкім жоқ. Саябаққа бар, доны құтқарайық. Трак, сен кемеге мін. Бұл, сен оны тіркеп ал. Катя екеуміз велосипедпен барамыз. Турбозаврлар, алға! Сонымен, қандай ұсыныстарың бар? До төмен су үшін дөңгелекті айналдырғаннан басқа амал жоқ. Мұнда Боря мен Федя келе жатыр. Ешқайсың қозғалмаңдар. Зәр, жасырынып қал. Мынаған қара, жалғыз емес екенбіз. Сендер мұнда не бітіріп жүрсіңдер? Петя екеуміз мына лабиринттен жарты сағатта өте аламыз ба жоқ па деп сөз таластырып тұрмыз. Әрине өте аласың. Дәлелдеуге дайынсың ба? Ендеше уақыт басталды. Не ойластырдың, Катя? Бұл, сен Тракқа алаңды текстеп бер. Трак, доны дөңгелектен түсіріп ал. Тор, Анки, екеуіңе ерекше тапсырма бар. Екеуің Боря мен Федяны лабиринтте бөгей тұрыңдар. Бір нәрселерді алмастырыңдар. Шығар есікті өзгертіңдер. Турбозаврлар, алға! Ал мен не істейін? До жерге түскен кезде оның көзіне көрінбеуге тырыс. Түк түсінсем бермасын. Бұл лабиринттен 5 рет өттік қой. Және бұл жерден 5 минут бұрын ғана шығып едік. Алақай! Ай! Үстіме шықта доны шығарып ал. Алақай! До, бәрі жақсы аяқталғанына қуаныштымын. Зәр, сен. Сонымен, жарты сағатта шыға алмадыңдар ғой. Соңымыздан еріңдер, шығар есікті көрсетем. Сені не білем. Мен сені фотографымын. Көмектесіңдер, күзетші! Турбозаврлар. Құпия 1, орман. 2, 3, 4, 5. Іздеуді бастаймын. Тор, Буль, Анки, Зер, До, Трак және Катя. Жасырынбай ақ қойыңдар. Сендерді тауып алдым. Ипполит қайда жасырынды екен? Ипполит, қайдасың? Қандай қызық ағаш. Балалар, мұнда не істеп жүрсіңдер? Біз бе? Жасырынбақ ойнап жүрміз. Таңғаларлық, өте қызық. Енді кімнің іздейтін кезегі? Дрон ұшырып, орманымызда қандай құпия жағдайлар болып жатқанын көрейін. Қай жерін басу керек еді? Ой! Ой! Тоқта дейм! Қайда барасың? Ай! Таптым, осында келсің ғой, сені іздемеген жерім жоқ. Қызық,
Зер қайда жоғалып кетті? Ол жоғалған жоқ. Ол кептеліп қалды. Оған көмектесуіміз керек. Шыда, Зер, қазір саған көмектесеміз. Сонымен батареясын ауыстыру керек қой дейм. Әлде серіппесін бе? Әлде тегершігін бе? Мүмкін бәрін алмастыру керек шығар. Ha? 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 Траекториясын дұрыс есептемеппін. Сабыр сақта, қазір Зерді босатамыз. Шетке тұрыңдаршы өтінем. Басым бір түрлі айналып кетті. Шамалы отыра тұруға бола ма? Тағы біреу осылай құласа, бұлай қатты құламаса, ә? Біздің ісіміз неге өнбей жатқанын мен білем. Себебі таңғы ішпеді қой содан ба? Өйткені бәріміз бірге емес, әрқайсымыз жеке-жеке әрекет етіп жатырмыз. Менде бір ой бар. Турбозаврлар, алға! Мына жерді қазамыз, бірақ гүлді анау жаққа көшіру керек. Трак, ана жаққа тасы. Қане, Торға көмектесейік. Тор, шөміш қажет. Тереңірек қаз, Тор. Анки жебен шығар, смарқан қажет. Кеттік, до. Тарта бер. Бұл Зер емес қой. Ал шырша аласа болған сияқты еді. Қашқын қолға түстің бе? Сендер тағы да жасырынбақ ойнап жүрсіңдер ме? Иә. Эй! Зер. Айтсам сенбейсіңдер, басымнан қызық оқиға өтті. Былай болды. Фильм Қазақстан Республикалық телерадиокорпорациясында аударылып дыбысталды. 2021 жыл.